Менің алдында сөйлеген әріптесім Ерлан Сайыровтың ойымен толық келісемін. Өйткені аудан әкімдерін сайлау мәселесі маған да жақсы таныс. Өзім де қалада, ауданда әкім болдым. Айына 1-2 рет өңірге барып тұрам, сайлаушылармен кездесем. Аймақтық аудандардың тынысшылығын танысам. Сол кездегі байқағаным, аудан әкімдерін тікелей сайлау жүйесі әлі де пысықтауды қажет етеді. Оның тиімді, тиімсіз тұстарын зерттеп, жан-жақты қарастыру қажет. Мысалы, ауданға бөлінетін қаржы мәселесін реттеуге тиіспіз. Ал аудан әкімдерінің құзыреті бойынша кемінде бірнеше маңызды заңдарға өзгерістер енгізуіміз қажет. Мысалы, білім беру саласының шығыстары облыстық бюджетте қалып, кірістері аудан бюджетінде. Қазір аудан әкімдерінде құзырет аз, жауапкершілік көп. Білім, денсаулық, ветеринария саласы, жұмыспен қамту орталықтары тіпті бағынбайды аудан әкімдеріне. Ең бастысы, ауыл әкімдерінің сайлауының 5 жылдық кезеңін күтіп, ауылдық сайланған әкімдердің тәжірибелік корпусын даярлау өте маңызды. Сонда ғана саяси, ең бастысы кәсіби кадрлар резерві қалыптасады. Бұл билік құрылымдағы ең маңызды кезең. Сондықтан оған әзірше уақытша тоқтау қойып, жан-жақты пысықтағанымыз жөн. Ал енді депутат сауалыма көшейін.